Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қарапайым, қолжетімді заттардан тұратын медовик тортын жасап үйренеміз. Бізге керек заттардың барлығын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Алдын ала қызып тұрған ыдысқа балымызды осылай салып, видеодағыдай жақсылап ерітіп аламыз. Небары 20 минутте жасалатын өте қарапайым үйдегі бар заттардан жасалатын медовикті міндетті түрде жасап көріңіздер. Үздіксіз қозғап отырамыз. Осылай балымыз қызарып, осындай үлкен көбікшелер пайда болған соң, үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды алып, ерітіп аламыз. Сары майымыз еріп бастаған соң, оттың астын баяулатып, оның үстіне ас содасын салып, видеодағыдай консистенция жасап, сосын тапамызды алып, балды араласпамызды соғуға қоямыз. Құрғақ әрі таза ыдысымызға жұмыртқаның ақ уызынан сары уызын ажыратып аламыз. Жұмыртқамыздың ақ уызын миксермен шамал ақ көбік болғанша шайқап, оның үстінен қантымызды жәймендеп ақырындап қоса отырып, қант ерігенше ақ көбік пайда болғанша миксерлейтін боламыз. Қантымыз еріген соң, оның үстіне сары уызды салып, бір келкетіп араластырып аламыз. Көп шайқаудың қажеті жоқ. Видеодағыдай бір келкі масса болып шыққан соң, оның үстіне алдын ала қайнатып алған балды массамызды салып, миксермен 2-3 минут көлемінде шайқап, оның үстінен осылай ситаның көмегінен ұнымызды 3 бөле отырып, араластырып аламыз. Алдымен миксермен жәймен араластырып, массамызды басып алмауға әрекет жасаймыз. Достар, менің каналымды жоғалтып алмау үшін каналға подписация етіп тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сол кезде каналда шыққан жаңа видеоларды біріншілерден болып көресіз. Массамызды басып алмау үшін төменнен жоғарыға қарай шпатланың көмегімен жақсылап бір араластырып, осылай противниктерге салып, корждарымызды алдын ала 150 градуста қызып тұрған пешімізде пісіріп алдым. Менде дәл осы рецептпен 4 корж шықты. Бізде крем қарапайым, қайнатпалы крем. Видеоға толық түспей қалған. Барлық заттарымызды араластырып, осылай отта үздіксіз қозғап отырып, қоюланып қайнап шыққанша қайнатып аламыз. Пісіп шыққан корждарымыз толық суыған соң, осылай кез келген формаға салып дайындап аласыздар. Менде осылай квадратный 4-бұрышты форма болды. Оның үстіне осылай қайнап шыққан кремімізді ыстық кезінде осылай жағып, бүкіл жеріне теңдей етіп жағып, корждарды бірінің үстіне бірін қойып, жинап шығамыз.
өз қалауларыңызда кез келген крем түрін қолдануға болады. Сливкимен жасалатын кремдер немесе сметанадан жасалатын кремдер де өте үйлеседі. Менде үйде бар заттардан өте қолжетімді 20 минутта дайын болған медовик. Сол үшін сіздерге рецептін ұсынып тұрмын. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Соңғы бөлігіне осылай кремді түзулеп жағып, жан-жағына жағып, үстін әсемдейміз. Мен осылай шет-шетінде қалған кесінділерді алып, уақтап, оны үстіне себелеп шықтым. Ал сіздер өз қалаларыңызша, өздеріңіздің фантазияларыңызбен үстін әсемдеп қойсаңыздар да болады. Ал ас болсын.